Мұражай. Лувр мұражайы. Лувр Париждің орталығында орналасқан мұражай. Бұл мұражай әлемдегі ең әйгілі және Еуропадағы ең бірінші мұражай болып табылады. Луврдың негізгі ғимараты 12 ғасырда тұрғызылған Франция королі 2 Августтың қамалы болып табылады. Яғни алғашында мұражай емес, қамал болған, ал мұражай ретінде 1793 жылдың 10 тамызында ашылған. Мұражайда 350 мыңнан астам тарихи жәдігерлер сақтаулы. Луврдың ең танымал мұралары қатарына Леонардо да Винчидің Мона Лизасы, көне гректік Венера Милосская мүсіндері жатады. Жыл сайын миллиондаған адамдар осы туындыларды көру үшін Францияға келеді. Ал 2018 жылы Луврға келушілердің рекордтық саны 10 миллионнан асып түскен.